Assalamualaikum қазақ елі. Мендегі жаңалықтар видео шықпағалы көп өтінішті. Мынау қоңыр ұрғашым, мына көк еркегім. Бұл көк еркекті білесіздер, келгенде осы жаққа шығамайтын еді. Қоямсыз қанша тұрған қоям. Қазір қостым қоям. Ұрғашым. Мына ұрғашымның бір еркек бауыры менде бар еді. Көжектесін әкелгенбіз, естеріңізде болса. Сөйтіп еркегін ағама беріп жібергем. Ұрғашысы досымда еді. Досым оны біреуге сатты да, ол сатқан адамнан мен қайтадан сатып алдым. Ол сатып алған адам мен французский еркегіме қосты да, туғызды да, бірақ көбейте алмақ еді. Мынау уже туып қалған қоян ғой. Өткенде менде бір апта бұрын туды, бір апта бұрын. Сіздер неғып болған қоспай жатыр деген шығарсыздар. Французский баран қостым болған. Французский баран болған қостым. Әке қоспашы болған көпке қосшы деді. Қазір қосып көрейікші десем қашыра алады екен. Баста қашырмаған еді. Великаныма қойған кезде великан қояныма қойғанда қашырмаған еді. Дәуетті ол өзімен бірдей енді. Сөйтіп бір апта бұрын туды. 8 көжек, 6 ауық қара, 2 ақ. Содан өліп қалды күн ыстықтан. Енді малдың көзінше айтпайды, бірақ осы үшеуін айтпай-ақ қойын, малдың көзінше айтпайды. Осы үшін тамақ қыламыз, қоспа болды деген еді, бордақылай бер деген еді. Тырнақтар өсіп көрген. Бірақ мен қостым. Шиншилла ғой. Шиншилла. Арлас бар ода. Қоңыр арлас, әттір ода арлас. Чисто французский баран. Таза. Суларын қойып, жаңа французский баран неқта тұрды. Оны манаған қойын, мана көгерлер неқта тұрды, манаған қойын. Мына қоян, бұл қаншасы өткен күнде туды. Тура бір 15 күні туды ғой, 14 күні. 14 күні туды осы қоян, 15 күні күндіз ба. Сүтіп баласы ертесіне бір күн тұртта өтіп қалды. В общем, қашырып атыр. Тексті түсірейін, жұмырт кетіп атыр менде. Тауықтарымның жұмыртқа алдым, 4 жұмыртқа. Жемдерін беріп атырмын.